Абай Құнанбаев. Төртінші қара сөзі. Әрбір байқаған адам білсе керек. Күлкі өзі бір мастық екенін. Әрбір мас кісіден ғафил көп өте тұғынын да, әрбір мастың сөйлеген кезінде бас ауыратұғынын. Бұлай болғанда күлкіге салынған кісі не шаруадан, не ақылдан, не ұят келерлік істен құр, ғафил көп өткізіп отырса керек. Осындай ғафилдік көп өткізіп, елемеген кісінің не дүниеде, не ақыретте басы бір ауырмай қалмаса керек. Әрбір уайым қайғы, ойлағыш кісі не дүние шаруасына, не ақырет шаруасына өзгеден жинақырақ болса керек. Әрбір жинақылықтың түбі кеніш болса керек. Енді олай болғанда үнемі уайым қайғыменен жүре аламыз ба? Үнемі уайым қайғыға жан шыдай ма екен? Үнемі күлмей жүре аламыз ба? Үнемі күлмей жүруге жан шыдай ма екен? Жоқ, мен үнемі уайым қайғыменен бол демеймін. Уайым қайғысыздығыңа уайым қайғы қылдағы, сол уайым қайғысыздықтан құтыларлық орынды харекет табу керек, хәм қылу керек. Әрбір орынды харекет өзі де уайым қайғыны азайтады. Орынсыз күлкіменен азайтпа қайғыны, орынды харекетпен азайт. Шығар есігін таба алмай, уайым қайғының ішіне кіріп алып, қамалып қалмақ. Ол өзі де бір ант тұрғандық, және әрбір жаман кісінің қылығына күлсең, оған рахаттанып күлме, ыза болғаныңнан күл. Ызалы күлкі өзі де қайғы. Ондай күлкіге үнемі өзіңде салынбассың. Әрбір жақсы адамның жақсылық тапқанына рахаттанып күлсең, оның жақсылығыңнан тапқандығың ғибрат көріп күл. Әрбір ғибрат алмақтың өзі де мастыққа жібермей, уақытымен тоқтатады. Көп күлкінің бәрі де мақтағаным жоқ, оның ішінде бір күлкі бар ау. Құдай жаратқан орныменен іштен, көкіректен келмейді. Қолдан жасап, сырты менен бет аузын түзеп, бай-бай күлкінің әнін сәндеп, әдемішілік үшін күлетін бояма күлкі. Адам баласы жылап туады, кейіп өледі. Екі ортада бұл дүниенің рахатының қайда екенін білмей, бірін-бірі аңдып, бірін-бірі мақтанып, есіл өмірді ескерусіз, босқа, жарамсыз қылықпен қор етіп өткізеді де, таусылған күнде бір күндік өмірді бар малына сатып алуға таба алмайды. Қулық саумақ, көз сүзіп, тіленіп, адам саумақ өнерсіз иттің ісі. Әуелі Құдайға сыйынып, екінші өз қайратыңа сүйеніп, еңбегіңді сау. Еңбек қылсаң, қара жерде береді, құр тастамайды. Абай Құнанбаев. Бесінші қара сөзі. Көкірек толған қайғы кісінің өзіне де билетпей, бойды шымырлатып, буынды құртып, я көзден жас болып ағады, я тілден сөз болып ағады. Қазақтар, Құдай, жас баладай қайғысыз қыла көр деп, тілек тілегенін өзім көрдім. Онысы жас баладан гөрі, өзі есті кісі болып, ескермес нәрсені жоқсып, қайғылы кісі болған сығаны. Қайғысы не десең, мақалдыларынан танырсың. Түстік өмірің болса, күндік мал жи. Өзіңде жоқ болса, әкеңде жат. Мал адамның бауыр еті. Малдының беті жарық, малсыздың беті шарық. Ер азығы мен бөрі азығы жолда. Ердің малы елде, еріккенде қолда. Берген перде бұзар, алған қолын береген. Мал тапқан ердің жасығы жоқ. Байдан үмітсіз
құдайдан үмітсіз. Қарның ашса қаралы үйге шап. Қайраны жоқ көлден без, қайыры жоқ елден без деген осындай сөздері көп, есепсіз толып жатыр. Бұл мақалдардан не шықты? Мағлұм болды. Қазақ тыныштық үшін, ғылым үшін, білім үшін, әділет үшін қам жемейді екен. Бірақ мал үшін қам жейді екен. Ол малды қалайша табуды білмейді екен. Бар білгені малдыларды алдап, мақтап алмақ екен. Бермесе онымен жауласпақ екен. Егер малды болса, әкесін жаулауды да ят көрмейді екен. Әйтеуір ұрлық, қулық, сұмдық, тіленшілік, соған ұқсаған қылықтың қайсысы болса да қылып мал тапса, жазалы демесек керек екен. Бұларының жас баланың ақылынан несі артық? Бірақ жас бала қызыл ошақтан қорқушы еді. Бұлар тозақтан да қорықпайды екен. Жас бала ұялса, жерге ене жаздаушы еді. Бұлар неден болса да ұялмайды екен. Сол ма артылғаны? Қолымыздағыны үлестіріп, талатпасақ, біз де өзіндей болмасақ, безеді екен. Іздеген еліміз сол ма?